Мен Бектасов Шырынбек Қазханұлы 1956 жылы зейнеткер, Түркістан облысы Жетісай ауданы Қараөзек ауылының тумасымын. Астана қаласының тұрғыны, тиімділік идеясының авторы. Мынау бүгінгі жасайтын үндеу қазіргі мынау алмағайып заманда болашағымыз қандай болады? Жасанды интеллекттің мынау жаңа өркениеттің даму бағытына ілесе аламыз ба? Өзіндік сара жолымызды таба аламыз ба? Міне осылар жөнінде кішкене тиімділік идеямның ауанында ой жүгіртіп, өздеріңізбен ой бөліскім келіп отыр. Қазіргі мынау алмағайып заманда ертеңгі күн бұлыңғыр. Себебі мынау қулық сұмдыққа, айла шарғы, қайтсем қарсыласынан асып түсем деген бүгінгі таңдағы таным, бүгінгі таңдағы пайым, көзқараспен ұзаққа бара алмаймыз. Адамзат баласының дамуына керек нәрсе басқа парадигма, басқа түсінік, басқа көзқарас керек. Айла шарғы, қулық сұмдық емес, қайтсем қарсыластан асып түсем деген емес. Қарсылас емес, күрес емес, дос, әріптес, тілеулес. Бұны әрине айту мүмкін. Ой, ол болмайтын арман, қиял. Жоқ, оны жүзіне асыруға болады. Ол үшін бір қауым елде, бір қауым, алғашқы қауым секілді, адамзат баласы алғашқы қауым біріне болған секілді, бір ел, бір елдің көлемінде әрбір адамды қоршаған ортаны және сол елдегі қалыптасқан жүйені жетілдіріп өзгерту керек. Әрбір адамды қоршаған ортаны және қалыптасқан жүйені өзгерту, жетілдіру. Мынау өзгертудің екі жолы бар. Революциялық жолы және эволюциялық дейді. Ғылыми түрде айтатын болсақ. Яғни революциялық және эволюциялық айырмашылығы сол өзгерістің қаншалықты тез болуында. Революциялық, яғни төңкеріс не жасау арқылы емес, бірден тез арада өзгеріс жасау. Ол енді өзгеріс жасау үшін, тез арада жасау үшін, эволюциялық өзінен өзі қалыптасып, барлық мәселе әстәсти кезегімен шешілуді күту емес. Яғни бір қауым елде әрбір адамға сондай мүмкіндік беру арқылы әрбір адамға барлығына бірдей ортақ заңдар топтамасын туғызу арқылы менің тиімділік идеямның негізі сол әрбір адамға мүмкіндік беру. Әрбір адамды өз ісінің нағыз маманы етуге жағдай жасау. Сол жағдайды мемлекет тарапынан жасау. Мемлекет тарапынан әрбір адамға қажетті
жағдай жасау. Ол қандай жағдай? Міне қарапайым ғана. Әрбір еңбекті, әрбір адамды еңбекті тиімді атқару үшін тиімді еңбек қатынасы керек. Тиімді еңбек қатынасын. Мен алдыңғы видеоларымда барлығында айтып келемін. Міне тиімділіктің 3 бұрышы: орындаушы, орындатушы, орта буын орындатушы. Міне осы 3 тұлға бір еңбек процесіне 3 тұлғаның қатысуы арқылы сол 3 тұлғаның арасындағы тиімді еңбек қатынасын туғызу. Ал енді ол тиімді еңбек қатынасы өзінен өзі болмаса қарапайым неменен туындай салмайды. Бұны заңдар топтамасын қабылдау арқылы. Менің осы 100 күндік программам бар. Тиімділік идеямды күнге шағып, 100 күнде бір оборот алып алады. Сонда егер бір елде кешенді түрде барлық саланы қамтып, жәулік барлық саланы қамтып, бір мезгілде, сонда әрбір жұмыс орнында тиімді еңбек қатынасы орын алады. Тиімділіктің 3 принципін өте қатаң сақтау негізінде. Мұны тиімділіктің 3 принципіне негізделген. Сол 3 принципті туғызатын заңдар топтамасын қабылдау арқылы. Яғни тиімділік кодексін бар ғой. Қылмыстық кодекс, азаматтық кодекс, еңбек кодексі, яғни заңдар топтамасы, бірнеше заңдардың топтамасы. Сонда тиімділік заңдарының топтамасы негізінде тиімді еңбек қатынасын әрбір жұмыс орнында туғызу арқылы. Сонда кімнен нені сұрайтын белгілі болатын, жауапкершілік артатын. Ол әрбір жұмыс адамы, ол мынау тиімділік пирамидасын сыздым. Мынау тиімділіктің 3 бұрышы негізінде, мынау ең төменгі орындаушы, орындатушы, орта буын орындатушы, ары қарай мекеме, аудандық деңгейде, облыстық деңгейде, министерствода, министрлік деңгейде, үкіметтің деңгейінде, премьер-министрдің, президенттің деңгейінде, ең пирамиданың шыңында бір қауым, халықтың мүддесі ең жоғарысында. Міне осы халықтың мүддесін орындау үшін президенттен бастап, президент өзінің аппаратынан бастап, өзінің еңбегін тиімді еңбек қатынасы негізінде, тиімділік заңдарын қатаң сақтау негізінде, президент өзінен бастап, өзінің аппаратынан бастап, әрбір қызметкерінен бастап, барлық шенеуніктері барлық несіменен тиімді еңбек қатынасына түсу, заңның үстемдігін орнату, тәртіптің қатаңдығын сақтау және бақылау жүйесін қалыптастыру. Бақылау жүйесін. Ал енді бақылау жүйесі ол әр деңгейде жұмысшы топтары тиімділіктің рабочий группы дейді. Жаңағы тиімділіктің жұмысшы топтары құрылып. Сол әр деңгейдегі ерекшеліктерді ескеріп, сол
деңгейдегі бірінші басшының басшылығында, мысалы үшін президент деңгейінде президенттің басқаруымен жұмысшы тобы құрылады. Міне сол жұмысшы тобы барлық негізгі мәселелердің, сол бір ел көлеміндегі негізгі мәселелерді талқылайды, шешеді, бақылау жүйесін қалыптастыра алады. Келесі деңгейде, премьер-министрдің деңгейінде де, премьер-министрдің басшылығында жұмысшы тобы құрылып, сол үкіметтің, сол барлық салаларының өзінің ерекшеліктерін ескеріп, тіке соны шеше алатын, әрбір тапсырмаға сол әр деңгейдегі соған құзыреттің берілуін, құзыретті бергізуде, мәселені шешу үшін жеткілікті құзыретті бергізу. Мысалы үшін президент өзінің құзыретінің негізінде премьер-министрге жеткілікті шешу үшін құзыретті береді. Мәселені шешу үшін. Ал енді премьер-министр министрлерге сол мәселені шешуге, нақты шешуге қажетті құзыретті береді. Сол министрлік деңгейде министрдің басқаруында жұмысшы топтары құрылады. Сол жұмысшы тобы сол саладағы негізгі мәселелерді қалай шешудің жолын бірлесе шешеді. Мәселені шешеді. Содан төмен қарай. Мынау мекемеге, жұмыс орнына дейін. Сонда мынау төменнен бастап президентке дейін бүткіл бір халық, билікпенен халық жұдырықтай жұмылуға мүдделі мәжбүр болатын жағдайға қойылады. Бұл бір қиял, бұл орындалмайтын, фантастикалық, сондай болмайтын не сияқты болып көрінуі мүмкін бір қарағанда. Бірақ орындалады. Заңның үстемдігін орнату негізінде, тәртіптің қатаңдығын сақтау негізінде. Мен енді осы алдығы видеоларымда, басқаларымда да бәрінде қайталай беремін. Қайталауға мәжбүрмін. Себебі бар болғаны, осы менің алдыңғы видео үндеулерімді көп болса 100 адам, 200 адам, сондай ғана адам көреді. Міне мынау. Былтырдан бергі, март айынан бастап, міне былтырғы март айынан 20 марттан бастап, бүгінгі күнге дейінгі мынау менің қазіргі жасап отқан видео үндеуім 92 видео. Қазақша, орысша. Осыдан кейін 93-ші видеомда орыс тілінде, осы айтқандарымды орыс тілінде жасаймын. Себеп басқа аудиторияларға көбірек тарқау үшін. Алдында мен ойлаушы едім, осы видео үндеулерім тек қана Қазақстанға ғана тарқайды да, басқа жаққа кетпейтін шығар деп. Жоқ, менің орысша жасаған видео үндеуімді Украинадан жылы лебізін білдіріпті. Дедім, значит, менің видео үндеулерім әлемге тарқайды екен. Бірақ оны тарқау үшін, сол көпшілік көру үшін лайк басылу керек екен. Менің каналыма жазылу керек екен. Подписчигім көп болса, сол кезде ары қарай тарқап, көбірек ары қарай жетуге мүмкіндік алады екен. Қазір менің бар болғаны подписчигім 1500 адамға жетпейді. Қазір ғана көрдім 1496 адам подписчигім. Ал енді бұны іс жүзіне асыру үшін тек қана елдің бірінші басшысы, міне мынау президент өзінен бастау керек, қолға алу керек осы идеяны, тиімділік идеясын. Сонда өзіміздің сара жолымызда, міне Оразалы Сәбден ағамыздың жаңылдегі 3 таған, міне жаңа өркениеттің 3 тұғыры
немесе ұлы ойшыл рухымен сыйласу атты өзінің керемет шығармасын дат газетіне былтыр жазды. Осында біздің өзіміздің сара жолымызды таңдауымыз керек екенін айтты. Яғни өзіміздің ұлттық рухымызға, ұлттық құндылықтарымызға негізделген міне мынау үш тұғыр. Одан кейін жаңа технологияға және қауіпсіздікке, мен мынау ортасына тиімділік идеямның негізінде, тиімділік заңдар топтамасы негізінде тиімді еңбек қатынасын орнату арқылы тиімділік туғызу, жүйені қалыптастыру, жүйені жетілдіру, әрбір адамды қоршаған ортаны өзгерту, жетілдіре түсу. Сонда қалыптасқан жүйе жетілуге мүдделі мәжбүр болатын жағдайға түседі. Мен бұл идеямды әлемдік деңгейдегі идеялармен салыстырып келдім. Әсіресе Исхақ Азизестің коллективті басқару идеясымен, Джим Коллинздің 5-ші дәрежелі басшыны іздеу идеясымен, Стивен Ковидің 7 навыков высокоэффективных людей атты кітабындағы мойындалған принциптер, қағидаттар, признанные принципы дейді. Соларды басшылыққа алу арқылы навык, әдетті қалыптастыру. Сосын Жапонияның Масаки Имайдың кайдзен идеясы, постоянное совершенствование, тұрақты түрде жетілдіре түсу идеясы. Бұның барлығы тек қана ұсыныс күйінде келеді. Ал енді менің идеям, егер жүзіне асса, әрбір жұмыс орнында мүдделі мәжбүр болатын жағдайға қояды. Әрбір адамға бір мәжбүрлеуші күш керек екен. Сонда мынау әрбір адам, мысалы үшін мынау тиімділіктің үшбұрышындағы орындаушы, орындатушы екеуінің арасындағы қарым-қатынас, тікелей қарым-қатынас. Екеуі бірлесе мәселені шешеді. Орындатушының өзіндік құзыреті болуында, яғни мемлекет тарапынан беретін жағдай жасасын. Міне мемлекеттің өкілі, представителі, мынау әрбір недегі жұмыс орнындағы орындаушы адамға мемлекет тарапынан жәрдем беруші адам. Міне орындаушы. Ал орындатушы, міне сол орындатушыдан сәл бір саты жоғары тұрған орта буын орындатушы. Ол да мынау орындатушыдан құзыреті сәл көбірек, мүмкіндігі көбірек, мемлекеттің мүмкіндігін пайдалана алатын. Міне осы үшеуінің арасындағы тиімді еңбек қатынасы. Егер осыны қарапайым ғана мынау білім саласындағы немен мысал ретінде көрсетсем, міне мынау орындаушы мұғалімнің еңбегі болса, орындаушы, мектеп директоры, орындатушы. Міне мектеп директоры мемлекет тарапынан қойылған өкіл, мемлекеттің мүмкіндігін бере алатын, соны жасайтын орындатушы. Ал енді одан жоғары орта буын орындатушы, аудандық білім бөлімінің басшысы. Яғни мектеп директоры мен аудандық білім бөлімінің арасындағы қатынас тікелей қатынас. Ал енді аудандық білім бөлімінің басшысы менен мынау мұғалімнің арасындағы қатынас тікелей қатынас емес. Тек қана мынау мұғалімнің еңбегінің нәтижесін алып, директордың, орындатушының еңбегін бағалауға негіз.
қылып алады. Сонда мәжбүрлікті туындататын принцип болады. Жағдай туғызады. Мынау мектеп директоры мұғалімді барынша тиімді пайдалануға мүдделі де мәжбүр болатын жағдайға қойылады. Міне мынау осы қарапайым ғана үшбұрыштың. Міне мұғалім мен орындатушының арасындағы қатынас тікелей қатынас, директор мен аудандық білім бөлімінің арасындағы қатынас тікелей қатынас. Бір-бірімен келісе отырып шешетін. Ал енді аудандық білім бөлімі мен мұғалімнің арасындағы қатынас функционалды қатынас. Яғни тек қана мұғалімнің еңбегінің нәтижесі алынатын. Соның мұғалімнің еңбегі қалай атқарылып жатқанын қадағалау. Мынау мемлекет тарапынан директор мен аудандық білім бөлімінің басшысы екеуі. Мемлекет тарапынан қажетті жәрдемді мүмкіндікті бере алатын құзыреті бар. Мемлекет тарапынан қойылған өкіл. Міне, сонда орындаушы мен орындатушы мемлекет арасында әрбір адамға, яғни әрбір адамның біреуі, мысалы үшін мұғалімге мемлекет тарапынан берілетін жәрдемді директор мен аудандық білім бөлімінің басшысы өз құзыретінің негізінде бере алады. Соны шешуге жеткілікті құзырет керек. Ал енді осыны тиімділік заңдардың топтамасы негізінде қалыптастыру. Міне осыны жай ғана айтып қоя салу емес, заңды орындау. Заңның үстемдігін орындату арқылы, тәртіптің қатаңдығын сақтау арқылы. Міне мынау, сонда әрбір жұмыс орнында тиімді еңбек қатынасы қалыптасады. Міне мынау, мысал үшін президенттік деңгейдегі әрбір қызметкерге тура сол сияқты міне тиімді еңбек қатынасы, өз жұмысын орындау үшін қажетті құзыретті бергізіп, жоғарыдан бастап, сонда оның еңбегі екінші орындатушының еңбегін бағалауға негіз болса, бұл жай айтыла салған сөз емес. Сөздің қадірін, тілдің құдіретін түсінетін әрбір адам ойлануы керек. Бұл жай айтыла салатын жай сөз емес. Бұл әрбір адамның мүмкіндігін барынша тиімді пайдалануға негіз болады. Әрбір адамның мүмкіндігін. Сонда бүткіл бір қауым, елдегі әрбір адамның мүмкіндігін барынша жібермеу. Мүмкіндікті барынша жібермеу. Соған жауапкершілігін арттыру. Әрбір адамның жауапкершілігін. Сонда мынау орындаушы мен орындатушы, мұғалім мен директор арасындағы құзыретінің жеткілікті құзыретінің болуы негізінде сол мұғалімнің еңбегін бағалайтын көрсеткіш алдындағы оқушылардың үлгерімі, оқытушының, мұғалімнің алдында 25 оқушы болса, соның нешеуі 5-ке оқиды, нешеуі 4-ке оқиды, нешеуі 3-ке оқиды. Міне көрсеткіш, мұғалімнің еңбегін бағалайтын көрсеткіш. Ал енді мектеп директорының еңбегін бағалайтын көрсеткіш бүткіл сол бір мектеп көлеміндегі неше пайыз оқушы 5-ке оқиды, неше пайыз оқушы 4-ке оқиды, неше пайыз оқушы 3-ке оқиды. Міне еңбектерін бағалайтын көрсеткіш. Ал енді аудандық білім бөлімінің басшысының еңбегін бағалайтын көрсеткіш. Аудан бойыншағы мектептердің, оқушылардың неше пайызы 5-ке оқиды, неше пайызы 4-ке оқиды, неше пайызы 3-ке оқиды. Міне,
көрсеткіш, үлгерімін, соның еңбегін бағалайтын көрсеткіш. Тура сол сияқты, міне мынау мысал үшін мектеп мұғалімі, мектеп директоры, аудандық білім басшысы, облыстық білім басшысы. Міне, мектеп директоры мен екінші аудандық білім бөлушінің басшысына, ал мынау облыстық білім басшысы мектеп директорына функциональный связь. Сол сияқты министрге дейін, министрдің білім бөліміндегі министрінің еңбегін бағалайтын көрсеткіш бүткіл Қазақстан бойынша оқушылардың неше пайызы 5-ке оқиды, неше пайызы 4-ке оқиды, неше пайызы 3-ке оқиды. Міне көрсеткіш. Міне соны 3-ке оқитынды 4-ке сөйлеуге, 4-ке оқитынды 5-ке сөйлеуге мүдделі мәжбүр болатын жағдайға қойғызуда. Бұл оңай емес. Бұл менің осы тиімділік идеям іс жүзіне асып, осы тиімділік заңдар топтамасы қабылданып, бүткіл барлық саланы қамтып, тек қана білім саласында емес, денсаулық саласында, құрылыс саласында, құқық қорғау саласында, өндіріс саласында, барлық салада міне осы принцип, осы қағидат іс жүзге асуы керек. Сонда бір ел көлемінде мүмкіндіктер барынша жіберілмейді. Мүмкіндікті барынша тиімді пайдалануға негіз қаланады. Сонда қарсылас, күрес не емес, бастық пен бағынышты болу емес. Міне жерде мұғалім менен директордың арасындағы байланыс, бағынышты мен бастықтың арасындағы байланыс емес, әріптес. Қайтсек, мынау білімді несін жоғарылатамыз. Қайтсек, алға қойған тапсырманы орындаймыз, жоғарыдан қойылған тапсырманы. Президенттен келген тапсырманы. Халықтың мүддесін қалай қайтсек орындаймыз. Халықтың мүддесі оқушыларға білім беру. Керемет білім беру. Сол сияқты барлық сәлемі. Міне мынау осы WhatsApp әлеуметтік желілердегі қазақтың білім, тарих группасы деген Қожырбайұлы Мұхаммед Кәрім ағамыздың тобы бар. 1000-нан астам. Барлық нені қамтыған. Ол жерде білімді адамдар бар. Солардың қазіргі талқылап атқан тақырыбы қазақи ілім, білім және ғылым деген тақырыпта. Мен осы тақырыпта бүгін міне кеше алдың осы тақырып жөнінде 3 топтама өзіндік ойымды жаздым. Сол топтамаға тастадым талқылауына. Бұндағы ойым осы тиімділік идеясының ауанында білімнің қажеттігін, қазақи ілімді қалыптастырудың, қазақи ілімнің негізінде өзіміздің рухани құндылықтарымыздың негізінде. Міне сол жаңалдегі Оразалы Сәбден ағамның ұсынысы негізінде өзіміздің сара жолымызды қазақи ілім негізінде өзіміздің құндылықтарымызды соған жүгіне отырып әрбір адамға сондай жағдай жасау. Міне мынау жасанды интеллект, жасанды жаңа технологияның негізінде, осының негізінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету негізінде. Міне Қазақстанның сара жолы. Оразалы Сәбден ағамның, академик Оразалы Сәбден ағамның ұсынысы.
Міне осыған деген сұраныс туады. Әрбір деңгейде сұраныс туады. Жаңа ұсыныстарға мынау Исхақ Азизестің коллективті басқару идеясына сұраныс. Джим Коллинздің 5-ші дәрежелі басшыны алу несіне сұраныс. Кайдзен идеясына сұраныс. Стивен Ковейдің 7 навыков деген философиясына сұраныс. Міне сонда туындап, әлемдік деңгейдегі жетістіктерді пайдалануға деген сұраныс туады. Сонда елдің экономикасы 5, 10, 20, 30%-ға емес, еселеп артады. Тиімділікті, мүмкіндіктерді жібермеудің негізінде. Міне қазір 30 минутқа кетті. Мен ойымды қарапайым қазақы тілде жеткізем дегенімше. 33 минуттан асса, мынау әлеуметтік желіге жүктелмейді, үзіліп қалады. Мен кіммін? Мен Бектасов Шырынбек Қазықанұлы. Ол көшедегі жүрген адам емес. Міне 3 бірдей дипломның жоғарғы білім иегері. Оның ішінде міне Москвадағы институт управления, міне менеджмент саласының маманы, яғни дұрыс шешім қабылдау маманы. Міне мынау бірінші мамандығым инженер-гидротехник, Жамбылдағы гидромелиоративтік институтын. Екінші жаңалдегі Москвадағы институт управления, менеджмент саласында инженер-экономист мамандығым. Дұрыс шешім қабылдау, дұрыс шешімді қалай қабылдайды? Барлық мәселелерді ескере отырып шешеді. Міне мынау Мұхтар Әуезовтегі жеңіл өнеркәсіп технологиясының инженері. Қалай дейін? Яғни мен технар. Міне осы нелердің негізінде осы идея өмірлік іс тәжірибемнің негізінде дүниеге келді. Осы идеяны Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атына үндеу жасап бастағаныма 2008-ден бері 18 жыл болды. Әлі жеткізе алар емеспін. Енді қазір Нұрсұлтан Әбішұлына егер меған 15 минутқа мен сол кісіменен тілдесе алсам, осы идеяма деген қызығушылығын туғызар едім. Сіздер осы мені көріп отырған көпшілік, егер сондай мүмкіндіктеріңіз болса, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа мені тезірек жолықтыруға ықпал етсеңіздер. Нұрсұлтан Әбішұлының мүмкіндігі кез келген елдің бірінші басшыларына шығу мүмкіндігі бар. Және ол кісі осы менің идеямды зерделеуге мүмкіндігі бар. Міне, уже 33-ші минутқа кетті. Менің контактный телефоным 8-775-404-0256. WhatsApp нөмірім 8-776-139-56-21. Әлі де айтарым бар.